Сәлем достар, бүгін біз сіздермен центрлік симметрия тақырыбын өтетін боламыз. Алдымен симметрия сөзіне назар аударайық. Симметрия дегеніміз, яғни бір заттың белгілі бір ара қашықтықта дәл сол заттың бейнеленуі. Енді оны былай қарастырайық. Алдымен бізге жазықтықта кез келген О нүктесі берілсін. О нүктесі. Осы О нүктесінің бойында бір түзу салайық. Түзуді салып алайық. Осы түзудің бойында О нүктесінен мына бір бөлігінде А нүктесі орналастырылсын. Сонда бізде АО кесіндісі пайда болды. Енді осы А нүктесінің О нүктесіне қатысты А1 нүктесін салуымыз керек. Ол үшін алдымен бізге осы ара қашықтықты өлшеп алайық. А нүктесінен бастап О нүктесіне дейінгі ара қашықтықты дәл осы ара қашықтықты сақтап, енді О нүктесінің екінші жақ бөлігінде сол ара қашықтығы нүктені белгілейміз. Сонда бізде бұл табылған нүкте А1 нүктесі. Олай болса, О нүктесі осы А нүктесі мен А1 нүктесінің дәл ортасында тұрғандықтан, осы екі нүктенің центрлік симметриясы болып табылады. Яғни центрлік симметрияда АО кесіндісі тең болады ОА1 кесіндісіне. Яғни О нүктесін А нүктесіне қатысты центрлік симметриясы болып табылады. Енді центрлік деген сөз, яғни симметрия нүктеге қатысты. Енді кез келген бір кесіндіні алайық. Кесінді берілсін, яғни АБ кесіндісі. Кесіндіні белгілеп алайық. АБ кесіндісі. Осы АБ кесіндісінің бойында жатпайтын кез келген бір О нүктесін салайық. О нүктесін. Енді осы О нүктесін центрлік симметрия болатындай АВ түзуіне керісінше А1 В1 түзуін салуды қарастырайық. Оны қалай саламыз? Алдымен мына берілген АО-ның ара қашықтығын өлшейміз. Осы ара қашықтықты сақтай отырып, яғни бұл жерде мен үзік-үзік сызықпен саламын. Осы ара қашықтықты енді О нүктесінің осы түзудің екінші жақ бөлігіне салатын боламыз. Ал ара қашықтықты өлшеп саламыз. Сонда мына ара қашықтық қанша болса, мына ара қашықтық та сонша болуы керек. Яғни осы нүктені А1 дейміз. Яғни О нүктесі симметрия болатындай, А нүктесіне екінші жақтағы А1 нүктесін салып алдық. Дәл солай енді Б нүктесін салуымыз керек. Ол үшін О мен Б-ны қосамыз. Сонда бізде БО. Осы ара қашықтықты сақтайтындай екінші осы түзуді ары қарай жалғастырамыз. Яғни біз оны штрихпен жалғастырамыз. Ол бізде мына ара қашықтыққа дейін бару керек. Мына жерге дейін. Бұл бізде Б1 нүктесі. Енді осы нүктелерді қосатын болсақ, сіздерде дәптердің беті тор көз болғандықтан, сіздерде анығырақ шығады. Ал менде ол жерде тор көз болмағандықтан сәл өзгеше болуы мүмкін. Бірақ ескересіздер, АО-ның ұзындығы мен ОА1-дің ұзындығы бірдей болу керек. АО тең ОА1-ге, яғни ұзындықтары бірдей. ВО мен тең болады ОВ1-дің. Сонда АВ кесіндісіне О центрлік симметрия болғандағы кесіндіміз А1 В1 кесіндісін салдық. Яғни бізде басқаша айтқанда көрілген нәрсеміз, біз мысалы қолымызды былай көріп тұрсақ, О нүктесіне қатысты симметрия керісінше түседі екен. Енді тағы да бір кез келген бір үшбұрышты алайық, қарапайым. Кез келген бір үшбұрышты салайық. АВЦ үшбұрышы берілсін. АВЦ. Яғни үшбұрыштың үш қабырғасы бар. АВЦ. Енді осы үшбұрышқа кез келген О нүктесі. Ең оңайы мына жерде берілсін. О нүктесі мына аралықта. Осы О нүктесі центрлік симметрия болатында АВЦ үшбұрышына сәйкес А1 В1 С1 үшбұрышын салуымыз керек. Ол үшін тағы да ереже бойынша А нүктесі мен О нүктесін қосамыз.
осы ара қашықтықты сақтай отырып, екінші мына ара қашықтықта А1-ды белгілейміз. Яғни бұларды біз сызғыштың көмегімен үзік-үзік сызықпен салып аламыз. Яғни бұл нүкте бізде А1 нүктесі. Енді біз қосамыз О мен В нүктесін. О мен В нүктесін. Осы ара қашықтықты сақтай отырып, біз енді осы ара қашықтықты төменгі бөлігіне жалғастыруымыз керек. Ол үшін мен мына аралықты алайын. Ара қашықтығымыз бірдей болсын. Сызғыштың көмегімен жалғастырамыз. Үзік-үзік сызықпен. Бұл нүктеміз бізде В1 нүктесі. Яғни симметрия бізде нүктеге қатысты. Енді О мен С-ны қосамыз. О мен С-ны қосамыз. О мен С-ны дәл осы ара қашықтықты енді келесі екінші бөлігінде есептеуіміз керек. Бұл нүкте бізде С нүктесі. Енді мен ара қашықтығым тура болған үшін сызғыштың көмегімен өлшеп алайын. Тағы да. Яғни осы нүкте бізде С1 нүктесі. Енді пайда болған А1, В1, С1 нүктелерін өзара қосамыз. Алдымен А1 мен В1 нүктесін қосайық. Және В1 мен С1 нүктелерін қосамыз. Және А1 мен С1-ді қосамыз. Нүктемізді көрсетейік. А1 мен С1-ді. Сонда бізде берілген А, В, С үшбұрышына О нүктесі центрлік симметрия болатындай А1, В1, С1 үшбұрышын алдық. Енді осы жерде балалар, мұқият қарасаңыздар, біз жазықтықтағы түрлендірудің ең қарапайым түрі центрлік симметрияны өттік. Центрлік симметрия дегеніміз, центр деген сөздің өзі нүкте екенін білдіреді. Яғни нүктеге қатысты симметрия. Яғни А, В, С үшбұрышының О центрлік, яғни симметриясы арқылы А1, В1, С1 үшбұрышын салдық. Бұл жерде ескеретін жағдай ара қашықтықты жазамыз. ОА мен ОА1-дің ұзындықтары тең болу керек. Және ОВ мен ОВ1-дің ара қашықтығы. Және ОС мен ОС1-дің ара қашықтығы. ОС1-дің. Сонда бізде АВС үшбұрышына тең үшбұрыш А1, В1, С1 үшбұрышын алады екенбіз. Яғни бұлар О нүктесіне қатысты симметриялы орналасқан. Олай болса, балалар, бүгін біз сіздермен қарастырдық центрлік симметрияны. Келесі кездескенше сау болыңдар.